Айша бибі кесенесі. Тараз қаласынан 18 шақырым жерде Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Айша бибі ауылында орналасқан. Айша бибі кесенесі 11-12 ғасырларда тұрғызылған орта ғасырлық сәулет өнерінің ең үздік туындысы. Кесене қабырғаларының сыртқы жағы қолдан ойылған ою өрнектері бар 62 түрлі таракот қыш тақталармен көмкерілген. Кесене қазақ халқының ежелгі ою өрнегін сақтаған мұражай іспетті. Кесененің салыну тарихы және оны салған тұлғалар туралы ресми мәліметтер жоқ. Тек ел аузында көптеген аңыз әңгімелер ғана қалған. Халық жиі айтатын аңыз бойынша Айша бибі Зеңгі баба мен Ануар бегімнің ару қызы болған. Тараз билеушісі Шах Махмұд Қараханға іңкәрлік сапары кезінде жылан шағып қайтыс болған жеріне кесене тұрғызылған. Айша бибі кесенесі ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне кіреді және жергілікті тұрғындар арасында өте танымал. Айша бибі кесенесі шынайы махаббаттың, пәктіктің және сұлулықтың символы ретінде бағаланатын киелі орын. Мұнда күн сайын Қазақстан мен оған көршілес елдерден жүздеген адамдар келіп ғибадат етеді. Халық арасында кесенеге келгендер бақытты өмір сүреді деген сенім бар.